Бұны хайуан екеш хайуанның өзі олай істемейтін нәрсе да. Осы күнгі біз 30 миллионға жететіндей мүмкіндігіміз бар еді егер. Ашаршылықтың, ұлттық апаттың толыққанды бағасын берген жоқпыз. Армысыздар YouTube көрермендері, бүгін біздің студияда қонақта мемлекеттік дарын сыйлығының иегері, әдебиетші, алаш зерттеушісі Елдос Тоқтарбай. Елдос, қош келдіңіз. Бізге уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Мына бір сұхбатыңызда қазақ даласына Сталин мен Ежов шығып араласа да, мыңдаған халық жауларын таппас еді дейсіз. Бұны қазақ бір-бірін сатқан, сондықтан осындай халық жаулар біздің елде көп шықты деген пікіріңіз бар. Ол шындықтарды айту керек, жариялау керек дейсіз. Жалпы осыған біздің қоғам дайын ба? Қош көрдік. Енді біздің қазақтың тарихы тым қиын, әсіресе мына советтік билік үстемдік құрған кезеңдегі 20-40 жылдардағы тарихты жазу, сол кездегі адам шығыны, интеллигенцияның нақақтан нақақ сотталуы, олардың өлім жазасына кесілуі, және қаншама оқыған, сауатты, қарапайым мектеп мұғалімінен бастап, жоғарғы мемлекеттік қызметтегі азаматтарға дейінгі аралықта сотталғандардың саны 103 мыңның сыртында. Енді Орта Азиядағы осы түркі тілдес халықтармен салыстырғанда қазақ ұлтының шеккен зияны, сталиндік идеологияның қасіретін тартқан өте қиын. Негізінде былай ойлап қарасақ, Сталин мен Ежов расыменен қазақ даласын аралап келетін болса, ондай халық жауын атылған 25 мың азаматты, қуғындалған 103 мың арысты таппайды деп ойлаймын өз басым. Анық сенем. Өйткені біздегі Голошекин мен Мирзаянның билік құрған тұсындағы лимит сұрау мәселесінің өте көп болуы. Мысалға, бірінші мәселеде әлеуметтік жағдайы, теңсіздік мәселесі, байлар категориясы одан оқығандар болатын болса, бізде қосымша жазып отырған қарапайым хаттан ит азаматтарға дейін құрту. Оның ішінде мынау билікке қолы жеткен шолақ белсенділердің әсіресе, кешегі кедей табынан шыққан, байлардың езгісін көріп қалған, бір өмірге наразы, қарсылықты көп көрген азаматтардың билікке келіп, алдында тұрғандардың бәрін жаппай құртуы соның зардабы деп ойлаймын. Енді осы доностарды жариялауға біз дайынбыз ба? Негізі қоғам дайын ба? Демократиялы мемлекет болғаннан кейін, демократиялық құндылықтарды ұстаймыз деген республикалық саяси платформада жүргеннен кейін біз бұндай нәрсенің бәріне дайын болуымыз керек. Ол болашақта ұрпақты тәрбиелеуге, бұндай тарихи қателіктерді болашақта жібермеуге, және өзіміздің тарихымызды қандай ащы да болса, оның ақ жағында, қара жағында, жақсы жағында, жаман жағында сақтап көру үшін керек. Болашақ ұрпақ ненің қалай болғанын анық білу тиіс. Бұл менің жеке ұстанымым. Фатима Ғабитованың өзінің естеліктерінде Мұхамеджан Қаратаевтың Ілиясқа қалай опасыздық жасаған жазады. Осындай бір белгілі фактілер бар. Айтылмай жүрген тағы қандай фактілер бар осы үлкен қайраткерлер арасындағы бір қайшылықтар дейміз ба, бір-біріне қарсы жазған арыздар дейміз ба? Мысалы, Фатима Ғабитова апамыздың жазып отырған естеліктері рас. Ілияс өзі Мұхамеджан Қаратаевты бауырына басып ертті, азамат қылды. Өзі жазушылар одағының төрағасы болып тұрғанда Қазақ әдебиеті газетіне қызметке алды, жауапты хатшылық қызметті көрсетті. Қазір біздің кейбір ағаларымыз олар сол кезде амалсыздан солай істеуге барды, сондай нәрсені жазуға тырысты дейді. Бірақ бұлай адами тұрғыдан қарағанда, кешегі өз қолы жетпеген адамға мүмкіндік жасап, жағдайын жасаған азамат айдалып кеткен кезде, аяғы ауыр келіншегін үйінен қуып шығып, дүние мүлкін далаға лақтырып тастап, сен халық жауының қатынсың, сен отанын сатқан азаматтың әйелісің деп қорлауы ашықтан ашық, олардың төбесінен доностар жазып ұйымдастыруы, білмеймін, адамдық этикаға, жалпы мынау адамгершілік мәселесіне сыймайтын бір жат
нәрсе. Бұны хайуан екеш хайуанның өзі олай істемейтін нәрсе да. Бұл советтік биліктің қазақ қоғамында әсіресе ұлттық мынау тәрбиеге, соныменен аға мен інінің қарым қатынасына, ұрпақтар сабақтасына сыйғызып кеткен орасан зор проблемасы. Негізі осыны біз айтуымыз керек. Бұл жерде жалғыз Қаратайып қана емес, Әбділда Тәжібаев мысалға үлкен азаматтар. Мағжанның шекпеннен шыққан Әбділдалар. Кешегі қазақ әдебиетінің тарихын 10 ғасырға алға қарай жылжытып, Бұхар жыраудан басталатын әдебиет анау тоны көк дәуіріне барсақ, ерте көк түріктерден бері қарай көрсетемін деп жүрген Бейсенбай Кенжебаевқа қарсы шыққан академик Қажым Жұмалиевтер бастаған топ мәселен. Бұлардың барлығын қарап отырсаңыз, осындай бір мәселелер. Бұларды бүгінгі қоғам ұрпақ білуі қажет. Сондықтан бұл туралы естеліктер жоққа шығармайды. Мәселен, филология ғылымдарының докторы профессор Мәулен Балақаев өмірінің соңғы жылдары зерде баспалдақтар деген ғұмырбаянды хикаят жазды. Сонда аға буын тілші ғалымдар, лингвистер Ісмет Кеңесбаевтың, мынау Сәрсен Аманжоловтардың, Байтұрсыновтарға, Біләл Сүлейіп бастаған, Телжан Шонан, мынау Қажым Басым сияқты үлкен қазақ тіл білімінің бастауында тұрған тұлғаларға қарсы жасаған әрекеттерін ашық жазды. Мынау Ғабит Мүсірептің өмірінің соңында берген бір сұхбаты бар. Сонда айтады, егер бүгінгі тұлғаларды ақтайтын болсақ, тұлғаларымыз, тарихи тұлғаларымыз ақтайтын болсақ, дейді, бүгінгі тілші, ғалым, лингвистер жұмыссыз қалады дейді. Рас сөз, өйткені мынау біздің бастауыш, баяндауыш деген қарапайым ережеден бастап грамматикадағы бүкіл тармақтарын жазып кеткен Байтұрсыновтар еді ғой. Соның еңбегін советтік дәуірде біздің аға буын әдебиетшілер, мынау алыптар дәуір дейтін тілшілеріміз пайдаланды. Олардың аттары айтылмайтын заманда солардың еңбектеріменен докторлығын қорғады, академиктігін алды. Мысалы, кейін ақталатын кезде өте көп қарсылықтар көрсетіп жатты. Әлі күнге дейін біз соның зардабын тартып келеміз. Мысалы, біз Байтұрсынұлын білеміз, Шонанұлын білеміз. Сол бірақ Байтұрсынұлы мен Шонанұлы бірлесе жүріп қызмет атқарған Қажым Басымов бар, Жұмағали Молдағалиев деген көп деген тілші ғалымдар болған. Сол алаш дәуірінен шыққан. Оларды жеткізуіміз керек, адақтап, танытуымыз керек. Міне, сондай тұлғалардың әдеби, ғылыми, шығармашылық еңбектерінің барлығын жоқ қылып, мынау қоғамдық өмірімізден сыздырып тастауға белсенді күш танытқан сондай жастар болған сол кездің. 2016 жылы Латвияның арнайы комиссиясы совет басқыншыларынан шеккен зардабымыз 300 миллиард евро деп есептеп шығарды. Жалпы Қазақстан осындай бір талапты ма, осындай бір сөзді айту керек па бүгінгі Ресейге, КСРО-ның мұрагеріміз деп отырған ресми Кремльге? Негізінен біз тәуелсіз мемлекет, егемен мемлекет болғаннан кейін өзіміздің өткен жолымыз, тарихымыздағы советтік билік тарапынан жасалған, әсіресе мынау колонизациялық биліктің қолдан жасаған геноцидтік қырғындарын ашық көтеріп, мемлекеттікке материалдық талап қойып, ресми Кремльден кешегі демографиялық шығынның өтеуін сұрауға толыққанды хақысы бар. Өйткені біздің Қазақстанның тартқан, әсіресе қазақ ұлтының тартқан зардабы кешегі советтік биліктің құрамында болған Украин халқынан әлдеқайда 2 есе, 3 есе жоғары. Өйткені қараңыз, 1920 жылдың 5 наурызы күні Алаш автономиясы, Алаш территориялық мемлекетінің басшылығы, біздің тәуелсіз Қазақстанның платформасын қалаған Әлихан Бөкейхан бастаған топ советтік билікке қазақ ұлтының бүгінгі Қазақстанның тағдырын аманаттап берді. Жан санын, жер территориясын, жер асты, жер үсті байлығын барлығын картаға түсіріп санап берген кезде амнистия жарияланған. Бірақ Лениннің өлімінен кейін Сталин билікке келгенде бұның бәрін жоққа шығарды. Олар қуғын сүргінге ұшыратты. Сол кездегі мысалға 1921 жылғы ет және сүт салығынан шыққан декрет. Сол кездегі ашаршылық 1.200.000-ға жуық халық 1921-22 жылы жұтқа ұшырады. Бұл әсіресе мынау Қостанай, Қарағанды, Қызылжар, Кереку аймағы болды. Мынау Ырғыз. Өйткені бұлар
мал шаруашылығымен айналысқан, малы қырылып қалды. Сол кезде ет және сүттек ретінде сол мал қырылғаннан кейін халық қырыла бастады. Сол кезде Жүсіпбек Аймауытұлы бастаған топ ауыл-ауылды аралап, кәдімгі комиссия құрып, кімде қандай шығын болды, қандай ауылда, қандай болыста, қандай азаматтар, қандай адамдар қайтыс болған толық тізімін жасады. Және оларға мемлекет тарапынан көмек көрсету жұмысын жүргізілген болды. Бұл дерек анық жазылған. Екінші, 1930 жылғы ашаршылық 32-ге дейін созылған. Бұл жылғы 3 миллионға жуық халықтың кәдімгі қырылып кетуі. Одан босып кеткендер, мысалға, миграциялық жолмен көшкендер. Осылардың барлығы енді атылған, жаңағы 30 жылдан бастап 40 жылға дейінгі аралықтағы атылған 25 мың интеллигенция. Одан кейін 53 жылға дейінгі екінші толқын мысалға атылған. Осылардың барлығының өтеуін біз тәуелсіз мемлекет ретінде, сол ата-бабаларымыздың ұрпағы ретінде, кешегі шовинистік, большевиктік биліктің ресми өкіліміз болып отырған, солардың мұрагеріміз дейтін Кремльден талап етуіміз хақыл. Өйткені бұл қазір Біріккен ұлттар ұйымының мынау адам конвенциясын қорғайтын, адамның құқығын қорғайтын халықаралық беделді ұйымдар арқылы біз толыққанды өтемақымызды алуға хақылымыз. Өйткені біздің 1914 жылы Ахмет Байтұрсынның «Альхамдулилля, қазақ 6 миллион» деген мақала бар. Біз 1991 жылы қанша болдық? Сол барлық демографиялық өсім, өмірге келмей қалған ұрпақтың мысалға шегерілуі. Бұлай айтқанда, осы күнгі біз 30 миллионға жететіндей мүмкіндігіміз бар еді егер табиғи шығындар болмағанда. Бұл ұлттық апат, бұл негізінде. Бұл қолдан жасалған, Голошокиндік, сталиндік нәрсе. Мысалға, мынау еврейлер өзінің астанасында үлкен музей ашып тастады. Жат және есім деп. Және фашистік Германиядан қиянат көрген, геноцидке ұшыраған бүкіл еврейлердің суретін іліп, тізімін жасап, Германиядан өтемақы талап етті. Кәдімгі бүкіл әлем алдында. Ал советтік биліктің, әсіресе мына сталиндік саясаттың жасаған зорлығы жанында фашистік Германияның жасағаны әлдеқайда айналайын деген нәрсе. Осыны бүкіл әлемдік халықаралық саяси қауымдастықтар алдында көтеріп жасауымыз қажет. 1930 жылғы ашаршылыққа міне биыл 90 жыл болып отыр басталған. Біз әлі 90 жылда осы ашаршылықтың, ұлттық апаттың толыққанды бағасын берген жоқпыз. Бағасын бермек түгілі біз 2 күнді қосарлап 1 күнде атап отырмыз, атаулы күн деп мысалға. Бұл 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандары күні дейді. Екеуі 2 бөлек қасіретті нәрсе. Бұл екеуі 2 бөлек күнтізбеде тұратын қаралы күн болу керек. Ұлттық аза тұту күні ретінде. Біз әлі осының мән мағынасын айыра алмай келеміз. Сондықтан біз ұлттық тарихнамаға тәуелсіз Қазақстанның көзқарасыменен және жаңа көзқараспенен архивтік құжаттар негізінде қарауға мемлекет мүмкіндік беру керек деп ойлаймын. Украинаны айтып қалдыңыз, Елдос. Виктор Ющенконың кезінде Сталин мен Лениннің үстінен қылмыстық іс қозғалып, сотталды. Бір қарағанда баяғыда өліп қалған адамдарға бір іс қозғау не керек деген сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл Украинада болған бір декоммунизация. Үлкен аштықтың ескерткіштерін қойды, тағысы. Осы президент Тоқаевтың билігінен сіз күтесіз осы декоммунизацияны? Енді қазіргі уақытта Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасыменен 1920-1950 жылдары сталиндік режимнің тұсында кезектен тыс жаңағындай қуғындалған, сотталған, нақақтан нақақ айдалған, репрессияланған азаматтарды ақтау туралы комиссия құрылып, арнайы жарлығы шыққалы жатыр. Осы жуыр арада президенттің арнайы жарлығы шығу керек. Біздің ақталмай қалған 1993 жылы тұңғыш президент Назарбаевтың шешімімен ақталған азаматтар бар. Бірақ оның ішінде мынау аймақтарда болған көтерілістер,
содан кейін 1950 жылдардағы ғалымдардың сотталуы, одан кейін Түркістан легионының құрамында болғандардың әлі басым көпшілік ақталмаған. Әлі күнге дейін олар жергілікті жерде бандит, я болмаса главарь шайки, ұйымдастырушылар, советтік биліктің жауы деген сияқты түрлі айыптаулармен айыпталып жүр. Әлі күнге дейін ол мектеп оқулықтарында, не болмаса тарих пәннің жоғарғы оқу орнына арналған еңбектерде, монографиялық зерттеулерде солай жазылған. Біз бұны қарауымыз керек. Бір жағынан қарағанда бұл сүйегі құрап қалған нәрсенің ақтау не керек деген нәрсе болады. Қазіргі уақытта ғалымдар президенттен мына нәрсені күтіп отыр. Бұл батыл президенттің қадамы болу керек. Президенттің актісі деген үлкен құжат бар саяси. Сол құжат негізінде қазіргі ішкі істер министрлігінің архивінде тұрған 1930-1950 жылдардағы жазықсыздан жазықсыз сотталған, атылған, қуғындалған, өлім жазасына кесілген азаматтардың тізімін жариялау керек. Бұлардан қорқатын түгі де жоқ. Олар бір уақытта советтік билік үшін бір аса қатты құпия элементтер болған рас, бірақ қазір тәуелсіздік көзқарасымен қарағанда олар ұлт азаттығын көксеген, өз алдына жеке дара ел болуды қалаған, не болмаса советтік биліктің коллективизациясын, ұжымдастыру, және колхоз, совхоз ашу сияқты жұмыстарына қарсылық көрсеткен бастамалар болатұғын. Қарап отырсақ, бұл кешегі алаш қозғалысынан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек қана сипаты, орындалу, жүзеге асу формасы ғана басқа болғанымен, мақсаты, мәні сол. Сондықтан президентке енді үмітіміз бар. Бірақ жаңағы Украинадай талап етіп, Ленинді, Сталинді, жаңағы Ежовтарды, сол Голощекинді, Қазақстанды тікелей басқарған Мирзаянды соттап, олардың бір мемлекеттік тұрғыда кінәлайтын бастамалар болады дегенге өз басым әзірге сене қоймаймын. Жаңа айтып қалдыңыз, осы бір ел ішінде болған көтерілістер, банда аталып кеткен. Осы жақында Бөрібай батыр туралы бір шығарманың, бір кітапты жинақтап шығардыңыз. Осы Бөрібай көтерілісі дейді, бір жерде Ақсу Бүйен көтерілісі дейді. Осы да бізде көп айтылмайтын сияқты, осы тақырыпта. Қызылағаштағы қырғын, осы жөнінде не айтар едіңіз? Мәселен, қазақ даласында... Бұл жаңағы айтып отырған аудандарды құрудағы болған қырғындар ғой. Әрине, аудандарға советтік биліктің коллективизациясына жасалған, советтік биліктің ұжымдастыру саясатына қарсылық білдірген толқулар болар негізінде. Бір ғана нәрсе, неге ол Ақсу Бүйен көтерілісі айтылады қазір? Мүлде қате нәрсе. Бізде кейбір ғалымдар бұны Жетісу көтерілісі дейді. Жетісу көтерілістегі мүлде басқа. Оны салыстыруға келмейді. Жетісу көтерілістегі 1916 жылғы оқиғалар. Бізде білесіздер, барлық көтеріліс ру атымен аталады, ел атымен аталғанда осы күнге дейін. Мысалға, Тама көтерілісі дейді. Сарысу өңірінде болған көтеріліс. Албан көтерілісі дейді. Жаңағы Қыпшақ Арғын көтерілісі дейді. Сол сияқты бұл Бөрібай көтерілісі. Бөрібай деген Абылай хан дәуіріндегі Қабанбайдың бас сардары болған атақты батыр Бөрібай Сарыұлы. Түркістандағы Хазірет Сұлтан кесенесіне жерленген үлкен батырымыз. Қолбасшы болған, белгілі деңгейде. Әкесі Сары би, заманда би болған, одан кейін мынау бірінші Петр менен елшілікке барған, кәдімгі сондай дипломатиялық қарым-қатынас жүргізген тарихтағы тұлға. Өкінішке қарай 1930 жылдың 30 наурызында бұрынғы Ақсу, Бүйен, Қапал, Арасан, Қызылағаш, Сарқан, Бесаша басқан елді мекендеріндегі болыстарды жою, солардың орнына аудан құру мәселесі қатты белең ала бастайды. Бір нәрсені ескеруіміз керек. Болыстық билік қазіргі Алматы облысының Қаратал, Ақсу, Қапал, Сарқан аудандарында 1930 жылға дейін сақталған. Ресми. Ол советтік билік орнаған, советтік билік бірден орнап, бірден колхоздар, бірден совхоздар ашылып кеткен жоқ. Әр жерде әр қалай болған. Әсіресе Жетісу өңіріндегі болыстық биліктің сақталып келгені бұрынғы ақсүйек байлардың, шонжарлардың,
мынау елін жерін дүние мүлкіменен жарылқаған бай бағландардың қолында болған тізгіні 30 жылға дейін. Бөрібай көтерілісі бұл үлкен көтеріліс. 1930 жылдың 30 наурызы күні Ақсу ауданын құру мәселесі көтерілген. Ескі Ақсудың орнында осындай нәрселер жасалынып, саяси шешім шығып, ауыл аймақтағы болыстарды жойып, жаншып, олардың дүние мүлкін, байлығын, астығын, мынау қамба-қамба бидай, арпа сияқты ас өнімдерін барлығын талан-таражға түсіріп, тәркілеп алып, Қызылағаш деген жерден үлкен қойма жасап, сол жерге бәрі жинайды. Ауылда талғажау өтетін, кәдімгі тамаққа зар болып қалатын, нан жоқ. Бәр ауыл аштықтың үстінде. Сол кезде бүкіл ауылдың азаматтары, рухты жігіттер атқа қонып, бөрібайлап шығады. Өйткені бөрібай деген сол Ақсу, Қапал, Қызылағаш, Сарқан, Бесаша, Басқан елді мекендеріндегі Үш Матай деген елдің атасы. Үш Матай жаңағы Қаптағай, Аталық, Кенже. Осы үшеуінің ұраны бөрібай болған. Мәселен, Садырлар Алдияр дейтін болса, Күллі Найман Қаптағай дейтін болса, бұл Матай бөрібай деп атқа қонған. Сондықтан 30 жылы атқа қонған рухты азаматтар бөрібайлап, әруақ шақырып, үлкен бабаларының атыменен ауданды бір түнде басып кіреді. Ғалымжан Ибрагимов деген бірінші ауданның обкомы, атқарушы билік, түнде өлтіріп, оның сүйегін Ескі Ақсуға дейін сүйретіп әкеп, кәдімгі бекіністі өртеп жіберіп, бүкіл әскерилердің қару-жарағын тәркілеп, азаматтар Қызылағаштағы қойманы басып алып, бүкіл Қызылағаштағы жиналып тұрған арпа, бидай, астықтарды жоқ жетім, жаңа қиналып жатқан қарасты бұрынғы болыстық ауылдарға тарата бастайды. Бұл көтеріліс 2 ай 15 күнге созылған. 2 ай 15 күн кәдімгі үлкен аумақтық территорияны ұстап тұру, ол оңай нәрсе емес. Сонда осы советтік биліктің жандай шаптары жылдам арада хабар беріп үлгеріп, аягөзден қосымша күш шақырады, яғни подкрепление. Басқыншы топ, кәдімгідей жазалайтын отрядтар. Олар мұздай қаруланған, зеңбіректері бар, оқ дәрілері жететін, жаңағы қару-жарақтың түр-түрі бар. Ал біздің жаңағы бөрібайшылардың қолында не болды? Әскери бекіністі өртеп жүргендегі алған бір 10-15 мылтығы, қалғанның қолында жалаң қылыш, одан кейін садағы болды, біреуінің найзасы болған шығар, біреуі қылыш, біреуі жаңағы балтасын ұстаған шығар. Сондай ғана. Басқа дайындықта болмаған. Өйткені ол уақытта жылқы жоқ, ат жоқ, барлығы тәркіленіп кеткен, айдалған. Көтеріліс 3 аймақта болған. Біріншісі Баласаз аймағында болған, екіншісі Қапал аймағында, үшіншісі Ақсу аймағында болған. Мынау Баласаз аймағын Тұрсын төре деген Матайдың төресі басқарған. Ал Арасан жағын Шатырбай деген азамат басқарған. Ал мынау Ақсу жағын Қали Сәрсекеев деген азаматтар басқарған топ болған. Бұл көтеріліске бас аяғы 1000-ға жуық азамат қатысқан әртүрлі. Қазір бұның дерегі жылдан жылға көбеюі мүмкін, егер архив қазір бізге өкінішке қарай, мына қолымызда жіпсіз байлап тұрған Ішкі істер министрлігінің архиві. Біздің Алматы облысының Ішкі істер министрлігінің архиві жабық ғалымдарға. Әсіресе осы 93-ші дело деп аталады. Осы деломен жұмыс істеуге мүмкіндік бермей тұр. Қанша адам қырылды бұл көтерілісте? Бұл көтерілісте жаңағы жазалаушы топ келеді ғой. Жазалаушы топ келгенде Қызылағашты жан-жақтан басып қалады. Бұл Қызылағашта басып қалған кезде біздікілер жаңағы қоймадағы астықтарды таратып жатқан түс болады. Барлығы ас қамымен жүрген кезде ешқайсысы сырттан осындай басқыншы топ келеді деген ой болмаған. Қаперсіз жатқан. Қандай қаперсіз? Мынау ауыл үстіне үй тұрып, мылтық дүрсілі шыққан кезде бәрі сасып салбырап қалған, не істерлерін білмей. Сол қамба-қамба бидай, арпаны алып жатқан азаматтардың басым көпшілігі сол жерде жан тапсырған. Өйткені тұтқиылдан келген басқыншылар бірден қарамай атқан. Өйткені ол зеңбірекпен кеткен кезде зеңбіректің аузынан шыққан оқ
барлығын жайпап тастаған. Оның санын нақты айту білмейміз енді, оны өкінішке қарай мен айта алмаймын. Мынандай адам болды деп, ол өтірік де айтқым да келмейді. Ол жерде қанша адам болғанын қазір кесіп айту да қиын. Өйткені рас, басым көпшілік қырылған ол жерде. Одан кейін мынау Тұрсын төре бастаған топ, Баласаздағы топ. Баласаз арқылы Демікпеменен Қытайға кетуді жолын қарастырып, қаша бастайды. Өйткені мүмкін емес еді ендігіде қалу. Бұларды Демікпеге жеткізбей бәрін қырды. Жазалаушы топ. Мына қазір Баласаздың іргесінде Омар төренің кесенесі бар. Соның жанына осы Омар төренің ұрпақтары Тұрсынның барлығының бала шағасы жерленген. Бұл тек қана төрелер емес, ол төренің маңайында болған аталықтар бар, қаптағайлар бар, кенже руынан шыққан, жаңағы үш матайдың барлығының баласы қатысқан. Ол Бөртесі бар, Қырғи қонағы бар, жаңағы Қызайы бар. Сондықтан егер мүмкіндік болып диалог ашылатын болса, біз жаңа главар шайки болып жүрген, бандит деп аталып жүрген тұлғаларды нақты бағаларын беріп көтере аламыз. Олар негізінде батырлар, шындап келгенде. Жаңа Түркістан легионы туралы да айтып қалдың, Елдос. Енді Совет билігі 30-шы жылдардан кейінде екінші дүниежүзілік соғыста да қылмыстар жасады. Жаңағы загранотрядтар дегендей. Осы Түркістан легионында болған қазақтарға біз жаңаша тәуелсіз баға бере алдық па? Түркістан легионы бұл өте бір қиын тақырып қазір. Айтқанда бізде тарихында... Мысалы, Украинада біз енді қайта-қайта Украинаны мысалға алып отырмыз. Нақты декоммунизация болған ел болған соң. Ол жерде жаңағы УПА дейді, Украина повстанциялық армиясы, Бандераның. Оның ардагерлері бір 9 майда тасада қалып қалып жататын бұрындары. Кейін қазір Бандераға Украина халық қаһарманы атағы берілді. 8 мамыр күні ол Бандера әскерінің құрамында болған азаматтарға да тәуелсіздік үшін күрескендеген құрмет көрсетіледі. Осы сықылды біздің көзқарасымыз қандай болу керек? Түркістан легионына қатысқан азаматтарға деген сұрақ туындайды. Бізде осы Түркістан легионы тақырыбын көтеріп зерттеген марқұм тарихшы Көшім Есмағамбетов еді. Ағамыз біраз шындықтың бетін ашуға тырысты, бірақ бұл саяси тұрғыдан бағаланбаған, толыққанды ақталмаған, әлі күнге дейін сатқын, советтік билікке опасыздық жасаған азаматтар болып бағаланады. Осы 20-шы және 50-ші жылғы сталиндік режим тарапынан жөнсіз қуғындалған тұлғаларды ақтау туралы комиссияның құрамындағы алғашқы отырыс өтті. Осында жұмыс тобында мен сонда болғанда біздің ғалымдардың пікірі екіге жарылды. Сенесіз бе? Кәдімгі екіге жарылды. Мына Мәмбет Қойгелді ағамыз академик, профессор Зиябек Қабылдинов бастаған топ бұл Түркістан легионының бағасын шынайы беру керек деген мәселені көтерді. Кәдімгі бұларды ақтаймыз, бұларды біздің азаматтар сол жақта болған деді. Ал енді мына профессор Меңдіқұлова бастаған топ, олар советтік билікке қарсы күрескен, советтік биліктің опасыздық жасаған, советтік билік оларды кезінде бағаламаған, советтік билік оларды жау санаған, сондықтан оларды бүгінгі Қазақстан тарихына қосып, қажеті жоқ деген мәселені көтерді. Кәдімгі жұмыс тобының отырыстың үстінде. Сіздің пікіріңіз қандай? Менің пікірім, Түркістан легионының бағасын беруіміз керек. Түркістан легионындағы барлық азаматтардың, кәдімгі штрафбатта болғаны бар, жазықсыз қуғындалғаны бар, толық бағасын беріп, жыл сайын оларда құрмет көрсетуіміз қажет. Екінші дүниежүзілік соғыстың батырларының ретінде айтуымызға толық хақымыз бар. Мен осындай ақтау, адақтау деген позицияны ұстанамын. Әңгімеміздің басын, Елдос, біз мына 30-шы жылдардағы саяси интеллигенцияның бір-бірінің сатуы туралы айттық. Бүгінгі интеллигенция, бүгін өзін зиялымын деп есептейтін аға буындар туралы не айтар едіңіз? Советтік билік келгенге дейін қазақтың рухы қандай еді? Өр, мінезді, айбатты болды, бір сөзді болды, уәделі болды, уәделі сөздерінде тұрды.
советтік билік келгеннен кейін біздің ұлттық психологиямыз, мінезіміз, характеріміз өзгерді. Шын айтқанда біз жасқаншақ болдық, әбден рухымыздың соншалықты өліп кеткені, біз әлі күнге дейін бүгежекпіз, жалтақпыз, қорқақпыз. Біздің алдыңғы буын ағаларымыз, мысалға университетте істеп көрдім, партияда да істеп көрдім, қазір де мысалға қызметте жүрмін. Сонда көргенім анық. Советтік билікте қызметте болған ағалар әлі күнге дейін қызметте жүрсе, біз сияқты пікірін тәуелсіз айтуға, әділ деп айтуға қорқады, жалтақтайды. Жоғары жақ не деп қалады екен, солардың шамбайына тиіп қалмаймыз ба деген сияқты бір позицияны ұстанады екен, анық. Бұл біздің қанымызға сіңіп кеткен психология. Ал бүгежек, жалтақ адам, ол сертінен тез тайғанайтын, тайғақ мінезді, дауылды, жауынды күндері қалтарыс-бұлтарысқа шыдай алмай қалатын адамдар болады да. Сондықтан бүгінгі алдыңғы толқын ағалардың, қазіргі жүріп жатқан өзіміздің ағаларымыздың, бірін-бірінің үстінен оп-оңай сатып жіберуі, бірін-бірінің үстінен арыз жазып жіберуі көз алдымызда жүріп жатыр. Бүгінде бар. Бүгінде бар. Бұл болған, бола да береді. Өйткені қанына сіңіп кетті қазақтың. Бүгінгі советтік тақырыпта әңгіме қозғап отырғанымыздың бір себебі де Елдос осы. Өйткені совет үкіметінің шекарасы қазір жоқ болғанымен, оның идеологиясы әлі бізде жүріп жатыр. Белорусияның үлкен жазушысы, осы Нобель сыйлығының иегері Светлана Алексеевичтің бір сұхбатында айтатын сөзі бар. 1979 жылы ауғанға әскер аттанған кезде мен өте бір орысша айтқанда шоковый состояниеда болдым дейді. Өйткені арада бір 30 жылдан кейін мына Европаны фашизмнен азат еткен совет әскері Ауғанстанға кірген кезде мен не жасарым білмей қалдым дейді. Қазір енді осы тақырыпта да түрлі бізде пікірлер айтады. Біреулер айтады, бұлар интернационалист жауынгерлер дейді. 10 жыл соғыста болған сарбаздарды. Біреулер айтады, бұлар басқыншылар дейді. Біздің осы ауған соғысының ардагерлеріне деген көзқарасымыз қандай болу керек? Сен қандай пікірдесің? Мен бұл ауған соғысы тақырыбын зерттемеймін, зерттеуін санам емес. Бірақ жақында мен Түркиямен байланыс жасап, Түркияға түрік бурслары дейтін бағдарламаменен жан-жақтан оқуға түскен азаматтар, өзім қатарлы замандас қыз жігіттермен сөйлесіп отырдық. Сонда балалық шағы қалалар туралы айтқанда Ауғанстанның Кабулдан бір азамат шықты. Ананың айтқан әңгімесі менің жан дүниемді қозғап кетті. Менде балалық жоқ дейді. Мен естелік айта алмаймын дейді. Өйткені мен әлі күнге дейін от пен оқтың ортасындамын дейді. Қай күні оқ аспаннан түседі үйіміздің шатырына деген үреймен жүреміз дейді. Ол айтады, сіздердің айтып жатқан әңгімелеріңізге қарап мен жылағым келеді дейді. Өйткені біздің арамыздағы Франциядан түскен бала бар екен, Африкадан түскен, анау Еуропаның мықты елдерінен түскендер бар. Тіпті өзіміздің Өзбекстан, Қырғызстан сияқты Азия халқының мемлекеттерінен түскен азаматтар бар. Біз енді өзіміздің де Қазақстанның жеткен жетістігін айтып мақтанып отырмыз ғой. Бірақ жаңағы Ауғанстанның азаматының айтып отырған трагедиясы өте аянышты нәрсе. Ауғанстан білім ғылымның отаны болды негізінде, арасында. Ал осы советтік биліктің басып кіргенге дейінгі Ауғанстанның суреттерін, ескі деректерді көреміз ғой, қандай еді. Қазір сол әлемдік өркениеттің ошағы болған Ауғанстан түк қалған жоқ. Бәрі бітті, қирады. Ал ол жерде жазықсыз бейкүнә ұрпақ өсіп жатыр. Сол тұрғыдан қарағанда жеке адамның өміріне, басқа ұлттың өміріне қол сұғу, тыныштығын құрту, бейбітшілігін алу, сонымен қатар өркениеттің ошағы болған жерлерді өртеп жіберу, бұл қылмыс және әшкереленетін, болашаққа сабақ болатындай әлемдік қауымдастықтар бұны қайта қарау керек деген бір ойдамын мен негізі бұған қарағанда. Жақында Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастардың шетелге оқуға көптеп кетіп жатқанына қынжыламын деген сөз айтып қалды. Өзіңде осы
жаңағы айтып отырсың, университетте жұмыс жасадың, осы білім саласында да маңайында жүрдің біраз. Осы жастардың шетелге кетуінің себебі неде деп ойлайсың? Жаңағы арқада қыс жылы болса, жайлы болатын болса, арқара ауып несі бар деген сияқты, егер елде жастарға жағдай жасалатын болса, жастарды қолдайтын болса, жастарды баспанамен қамтыса, жастардың баспана алуына мүмкіндіктер қарастырылатын болса, мен тегін баспана деп тұрғам жоқпын. Сол жинаған ақшасын, пайыз мүлігін алатындай болатын болса, ыңғайлы еді. Мысалы, жақында зейнетақы қорындағы ақшаны шешіп алу туралы мәселе шықты. Менің жасымда зейнетақы қорында 4 миллион ақша болу керек екен. Мен оның 2 миллионын шешіп алуға хақым бар екен, 2 миллионы қалу керек екен. Бірақ мен жұмысқа ерте араластым. 17 жасымнан бастап менде зейнетақы шотым ашылған екен. Менде әлі күнге дейін ондай ақша жоқ. Мен 4 миллион тұрмақ, 1 миллион 700 мыңды енді ғана жинаппын, қарап отырсам. Менің тапқан табысым оған жетпейді екен. Сонда мен оны есептеп көрдім, қандай айлық алуым керек екен деп. Мен айына 500 мыңдық айлық алуым керек екен. Сондай сома жинау үшін сонда. Мен біреудің жалғыз баласымын, шындап келгенде. Әкем жоқ. Мен үйдің асыраушысымын, шешем мен әжемді қараймын. Мысалы, пәтерде тұрдым Астанада. Пәтерден пәтерге қаңғыдым. Сол Астанада өткен 7-8 жылымда қаншама өзге ұлттың пәтеріне ақшасын төлеп отырдым. Кәдімгі өзімнің рызық несібемнен, адал кәсібімнен тапқан ақшамның 100 мың теңгемді санап берем. Тіпті 150 мың теңге санап берген күндерім болды. Жылап отырып кәдімгі тапқан еңбегім кетті деп. Енді мен қазір Түркияға кетейін деп отырмын. Бұйырса, дайындалып жүрмін. Ол жақтан оқимын, тоқимын. Бәлкім Түркияда жүріп, Қазақстан мен Түркияның байланысы кезіндегі Ататүрікпенен алаш зиялыларының арасындағы рухани сабақтастық байланыс туралы жазарым ба, сондай ойларым да бар. Ол болашақ көрсетер әрине. Түркияда ғылымға жағдай жасалған. Түркияда ғалымдардың алатын айлығы жақсы. Мынау ғылым білімі дамыған елдің болашағы зор. Ал бізде өкінішке қарай ғылымға жағдай жасалмай тұр. Бізде ғылымға жағдай қалай жасалмайды? Бізде мынау шетелдік Скопусқа, инфофакторны журналға біз тіркеп қойған. Мақалаң шықса ғана сен ғалым болып саналасың. Егер ол инфофакторлық журналдарға мынау математика, жаратылыстану, техника, химия, физика сияқты мамандықтардың мақалалары шықса дұрыс шығар. Өйткені ол цифрлар, сандар бәрі бір ғой. Ал енді біздің сияқты әдебиет, тарих, мәдениеттану, ұлттық ғылымдар. Оның шетелге, Еуропа керегі бар ма мысалға? Олар оқи ма оны? Ал біз сол мақаланы шығару үшін қаншама ақшаны шетелдіктердің басылымына салып беріп отырмыз. Егер тәуелсіз Қазақстан сондай журнал ашып алуға мүмкіндігі бар еді ғой, шетелдік ақшаны шетелдің қоржынын толтырғанша Қазақстанда бір сондай шет тілінде шығатын, ағылшын тілінде ақыр керек болса, инфофакторлы базаға енген рейтингі жоғары журнал жасауға мүмкіндігіміз бар ғой. Сонда ғылымға жағдай жасалар ма еді? Сондай-ақ бізде мына студенттерді бір саяси науқандарға араластыру сияқты шаралар өтіп жатады. Тек оқуға ғана емес, негізі оқимын деген адам тек білімге ғана назар аудару керек қой. Бір флешмобтар сынды, бір партиялардың жиында бір туларды ұстап, шарларды ұстап тұруда, осының да бір себептері бар сияқты. Негізі мен бір нәрсені осы өзім педагогика саласында жүрген қызметімнен анық байқағаным, үлкен қалаларда оқитын, Астана, Алматы сияқты қалаларда оқитын студенттердің студенттік өмірінің басым көпшілігі осындай саяси трафареттерді, бір болмайтын плакат, лозунгтарды ұстап, айғайлап, шыңғырып, жаңағы флешмоб көрсетіп, қолдаумен өтіп жататынын көремін. Сабақ жоқ. Өйткені сабақтан деканаттың рұқсатыменен сұранып кетеді. Ал енді оларға сабақ сұрап, үй тапсырмасын неге орындамадың, неге мына нәрсені істедің деп айта алмайсың. Оның да кінәсі жоқ. Ол айтқан жерге барды, бармайтын болса стипендиясын айырып қояды, емес жатақханадан шығарып жібереді. Сондай үркіту, қорқыту сияқты бір қоқан-лоққы жасайтын нәрселер бар. Өте жиіркенішті нәрсе. Негізі ол педагогика саласындағы, медицина саласындағы студенттерді ешқашан бұлай қинауға болмайды. Өйткені бізге сапалы білім керек болатын болса, сапалы денсаулық саласын сақтайтын мамандар керек болатын болса, біз бұларды алақанға саптырып оқытуымыз керек. Олар күні-түні іздену керек, олар кітапханада отыру керек, олар архивіне бару керек, олар ізденіп тоқу керек. Біз мына карантиннің кезінде көрдік,
педагогикамыздың қандай деңгейде екен, білім беру саласының мәселесі қандай екен, және медицинаның қандай деңгейге жеткен. Бізде сырттай факультеттер бар. Болмай қалса үй қойшы, педагогикаға түсе салады. Не болмаса сырттай оқып педагог бола салатындар көп көрдік. Әсіресе мына қазақ тілі, әдебиет, тарих, математика сияқты негізгі мектептегі мамандықтарды сырттай оқып бітіріп келген педагогтардың өте көп екенін байқаймын. Анық көрген. Барлыбек жайлы бірер сөз деген кітабың жарыққа шықты. Жалпы Барлыбек Сырттанов деген кезде, Сырттанұлы деген кезде бізге 1911 жыл жарияланған қазақ елінің уставы есімізге түседі. Басты еңбегі Барлыбектің конституциясы. Барлыбектің бір көп айтылмайтыны, мына республикалық деңгейде насихатталмайтыны, саяси элитаның аузына түсе бермейтінінің бір себебі осы еңбегінде жатыр ма деп ойлаймын мен. Өйткені бұл еңбектегі Барлыбектің көретін мемлекеті мүлде басқа. Европалық мемлекет. Президент екі рет сайлануға құқы жоқ. Мемлекеттің ең басқарушы органы парламент. Адам өзі хақылы, қай партияға мүше болам дейді, қай ұйымға кірем дейді. Осы деп ойламайсың ба? Барлыбектің бұл конституциясы біз 30 жылда бұндай саяси платформасы терең, еуропалық, ақштық стандартқа негізделген бірде-бір заң құжатын жасай алмадық. Бұл өзі 4 бөлім, 28 баптан тұратын, қысқа да нұсқа жазылған, өте қолайлы, тілі әр адамға түсінікті, жүрекке жететін, абай айтқан сияқты жүрекке жылы тиетін заң. Бұл жердегі нормалар өте керемет. Бұл бай қуатты мемлекет болуға. Және Барлыбек о жерде жазады, қазақ елінің басшылық билігіне саналатын ұлтының ең сүйікті, ең таңдаулы, ең білімді азаматтар болады дейді. Және олар министрлер кабинетінде болатынын айтады. Бұл конституцияға келесі жылы 110 жыл болды жазылғанына. Ал 110 жыл бұрын Барлыбек президент, министр, ұлт мәжілісі, присяжный суд, партия сияқты ұғымдарды қазақтың құқықтық саяси ойлау жүйесіне енгізіп кетті. Бұл айтқанда тезаурусын, ғылыми терминдер жүйесін қалыптастырды. Соның басында тұрды. Өкініштісі, сіз айтқан пікірмен мен өте келсем, бір елде 2 күн болушы еді. Барлыбектің заңы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның саяси ұстанымдарына қайшы келеді. Өте қарама қайшы. Бұл оппозициялық заң жобасы деп айтуға болады. Өйткені бұл жерде айтылып тұрған нәрсенің барлығы бүгінгі қоғамымызға енетін болса, нағыз ата заң деп айтуға тұрарлық дүние, шындап келсек. Бұл еңбектің ішіндегі элементтер кейін Алаш партиясының жарғысында көрініс тапты. Қазір Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашев Қазақстан Республикасы деген атауды өзгерту керек қазақ елі деген мәселені көтеріп жүр. Сол қазақ елі республикасы деген ұғымды Барлыбек Сырттанов айтқан болатын. Барлыбек Сырттановтың адақталмауы, оның тұлға ретінде, саяси қайраткер ретінде Қазақстанға танылмай тұруындағы гәп, оның конституция жазуы. Бұл анық нәрсе. Сондықтан біз Барлыбекті әлі жете түсінген жоқпыз, таныған жоқпыз. Егер Барлыбек танитын болсақ, бұл саяси үлкен фигура. Қазақ тарихындағы орталық тұлға, элитаның ішіндегі көшбасшысы. Алаш қозғалысының ізашар, предшественник тұлғалары ғой. Әлихан, Мұхамеджан, Бақытжан Қаратаев сияқты үлкен оқыған азамат. Өз заманда 9 тілді білген. Барлыбек бұл заңды оңай жазған жоқ. Өйткені бұл шығыстану факультетінде оқыды. Сонымен қатар дипломында полицейлік құқық, халықаралық құқық, халықаралық саяси қатынас, экономикалық құқық, одан кейін адам құқығы деген сияқты пәндерді оқыған. Және ол пәндерді бір емес, 2 реттен оқыған екен әрқайсысын таңдап. Бұл кімнен? Академик сол уақыттағы профессор Розенбаум, Бальмонт, Вернадский, Вознесенский сияқты мықты ғалымдардан оқыған. Және сол жерде жүріп бұл анау Чарльз Монтескенің, Дальдың, одан кейін еуропалық ақштық революционерлердің еңбектерімен танысып, соларды оқып,
солардан кейін осындай дүниені жасап отыр. Бұл Барлыбектің еңбегіндегі ең үлкен нәрсе доминион деген сөзді ұғымға енгізіп отыр. Мына Ұлыбританияның колонизациясында болған ұсақ мемлекеттер болды ғой. Солардың барлығы кейіннен Ұлыбританиямен достық қарым-қатынасын сақтай отырады. Бірақ доминион дәрежесіндегі жеке, өз қаржысы өзінде, өз құқығы өзі тең дәрежеде, тең құқықты, бірақ өз ішіндегі нәрсесін өздері шешеді, сыртқы саяси байланыстарын өздері жасайтын, әріптестік қарым-қатынастарын, дипломатиялық мәселелерді бәрін өздері шешетін мемлекет болған. Барлыбек соны армандады Ресеймен. Бүгінгі Қазақстанның ұстанымына анық келетін жоба еді. Өкініштісі солай. Жаңа біз осы советтік идеологияның әлде өмір сүріп жатқанын айттық. Бұл бір советтік кезеңді аңсайтындары бар, сүйетіндері бар. Бірақ енді мына қазіргі жастарда да осындай бір көріністер байқалып қалатын сияқты. Мысалы, бір басшыға сізге ескерткіш орнату керек деген сияқты әңгіме айтып жүреді жастар. Енді бірі құлаш-құлаш өлеңдер арнап жібереді. Бірақ қазір біз заман басқа дейміз. Мына интернет, ғаламтор, жаңа технологиялар бүкіл шекараларды бұзып тастады дейміз. Бірақ бәрібірде де бізде осындай жаңағы мен атап өткен көріністер туындап жатыр. Бұл ненің белгісі, бұл неге апарады бізді? Рас сөз, 100% келісемін. Біз әлгі Басқабайды аңсаған қатын құсап, советтік биліктің кезінде ойбай осындай нәрселер болған, советтік билік жақсы еді, о кезде күнкөрісіміз осындай болатын деген нәрсені жиі естимін қоғамда. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның ұстанымына қарсылық танытып, бір көңілі толмайтын топтар бар. Ол рас. Кешегі советтік билігін аңсай отыратындар. Соның анық көрінісі 2017 жылы Алаш автономиясының 100 жылдығы, Алаш партиясының 100 жылдығы жетім қыздың тойындай тасада қалып тойланбаған кезде біздің кешегі советтік биліктің тұсында комсомол болған, пионер болған, коммунист болғандар мойындарына алқызыл жаңағы шарфтарын байлап алып комсомолдың 100 жылдығын тойлаған. Үлкен осы Абай атындағы опера балет театрында. Оның ішінде біздің қазақ әсірелеп жақсы көретін тұлғалар да бар. Азаматтар да болды. Кәдімгі. Сол комсомол, сол коммунистік жүйе біздің қазақтың ұлт қаймағы болған, ұлттың ары рухани қормалы болған бір туар тұлғаларымызды қырып жойып тастады. Ұлттық құндылықтарымызды кетірді, ділімізді, тілімізден айырды. Осы бүгінгі қоғамда біз қазақ тілінен, мынау салт дәстүрімізден кемдік көріп, қорлық көріп, әлі күнге дейін сол мәселені көтеріп жататын болсақ, сол комсомолдардың белсенділігінен, солардың әсірешілігінен туындаған нәрсе болатын зардаптары. Біз оны ұмытып кеттік. Және өкініштісі ана қызыл туларын шылғауға орайтындай нәрсесін қалай қазақтың көз жасы қалған, қаны сіңген тәуелсіздіктің көк туынан жоғары қойып, ана үлкен көк ту тұрған мемлекеттің ресми байрағы тұрған жерге комсомолдың туын көтеріп қоюы, бұл тәуелсіздікке жасалған қиянат әрбірден кейін. Өйткені жеке дара мемлекет болып тұрған, мемлекеттің сувенирлігін көрсететін, мемлекеттің егемендігін көрсететін, мемлекеттің басты нышанының жанына кешегі мемлекеттің қырып жойған биліктің туын қоюы парадокс шындап келгенде. Осылар жастарға ықпал етіп жатыр ма? Жаңағы мен айтқан. Өте қатты ықпал етеді. Енді тәуелсіз Қазақстанның парламентінде коммунистер партиясының болуы дегеннің өзі сол. Және сол коммунистік партиясының жанында, мына Нұр Отанның жанындағы сияқты жастар қанатында жүрген жастар да бар кәдімгі. Жас өзіміз қатарлы азаматтардың жүргені, солардың әлі күнге дейін сойылын соғып жүрген. Керісінше сол коммунистік партия парламентке кіргеннің орнына біздің Қазақстанға өтемақы төлеу керек солар. Отырған жаңа Косырев бастаған, Айқын Қоңыров бастаған азаматтар кешірім сұрау керек еді. Ұстанымдарын өзгерту керек еді. Сонда бұлар тәуелсіз Қазақстанның парламентінде отырып алып, кешегі халықты қырған. Қазір өзгертті ғой олар. Халық партиясы деп атауларын өзгертті. Олар қой терісін жамылған қасқыр сияқты ғана болып тұр. Саяси ұстанымы сол, аты өзгертті демесеңіз, сол коммунистік
партия болып қалады. Сіз қарап көріңіз, тәуелсіз Қазақстанның парламентінде мына парламент депутатының белгісінің жанына олар өздерінің қызыл белгілерін қойып отырады. Осының өзінің өзі үлкен қиянат емес пе негізі? Рахмет Елдос, келіп осындай бір жақсы әңгіме айтқаныңа, алдағы шығармашылығыңа табыс тілеймін. Осы Алаш төңірегіндегі зерттеп жүрген еңбектерің жемісті болсын. Мәмбет, Тұрсын аға, Кеңес ағаларымыздың жолын берсін.